Сіздермен Назик Кук муравейник тортының рецебін бүгін ұсынғым келеді. Өте дәмді, ауызда еритін, жүрекке тимейтін торт. Алдымен сары май мен ұнды мұжимыз. Ұнға қопсытқышты саламыз. Сүт, қант, тұз барлығын араластырып, қамыр илейміз. Қамырыңызды ыңғайлы бөліктерге бөліп алыңыз. Кейін үгіткіштен өткізгенде ыңғайлы болатындай формаларға қамырларыңызды бөліп алып, пакетке салып, мұздатқышқа 30-40 минутқа жіберіңіз. Қамырымыз қатыңқырады, енді пергаменттің үстіне бүкіл қамырды үгіткіштен өткізіп шығыңыз. Алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа 20-25 минутқа пісіріп алыңыз. Пешіңіздің қызуына қарай. Жаңғақтарыңызды үгітіп, суыған печеньеларыңызға қосыңыз. Үстінен сары маймен қоюландырылған сүтіңізді құйып, бірге араластырып, тортымызды қалыптастырамыз. Форма жасау үшін тортты шұңғылдау тәрелкеге нығыздап салыңыз. Одан кейін төңкеріңіз. Құмырсқаның илеуіне ұқсайтындай қылып, мактарды себіңіз. Міне біздің муравейник тортымыз, қазақшаласақ құмырсқаның илеуі атты тортымыз дайын болды. 2-3 сағат тоңазытқышқа қойып қойыңыз. Өте дәмді рецепт. Жасап көріңіздер, кеңес беремін. Майлылығы аз, жей бергің келеді. Шайыңыз тәтті болсын.